Бүгін жексенбі, мен әдеттегідей ерте тұрдым, яғни сағат 5-те ұйқымға. Мынау менің тереземнен түсірілген видео, айды қараңыздаршы. Тұрғаннан кейін ыстық су іштім, жарты сағаттан кейін шай іштім де орталыққа жүгіруге шығып кеттім. Міне мен орталық саябаққа жақындап қалдым. Нақтырақ айтқанда мен триатлон паркке жүгіруге бара жатырмын. Мына жолды қараңыздар, қандай тап-таза. Таң атпай осы жолды тазартып жатқан мына кісілерге алғысымды білдіргім келеді. Жолды жуып жатыр ғой, жуып жатыр. Көп рахмет сіздерге, құрметті жұмысшылар. Демалыс күнгі контент осы өзеннен басталады. Күн желкем, бірақ ауа тап-таза болып тұр. Міне триатлон саябағына келіп қалдым. Скворечник пайда болыпты. Бұл жерде негізі мен дорбамды іліп қоям. Адамдар уже жүгіріп жүр. Кейбіреулер жүгіріп болып кетіп жатыр. Көбісі қазір келеді. Жас балалар Аташка жүріп баратыр. Молодец. Бір сағаттай жүгірдім. Енді жүгірдім дегенде менікі өте жеңіл жүгіріс. Легенький бег дейді ғой. Ол біреудің тез жүргенімен бірдей. Дегенмен бір сағаттан кейін мына ағаштардың арасына келіп, біраз демалып отырайын дедім. Қаланың шуы естілгенімен мына құстардың дауысы басымырақ екен. Салпиып жай отырмайын деп, жұлынымды созып, жауырынымды ашып, ұйып тұрған энергиямды шамалы болса да босаттым деп айтуға болады. Шынымен мына йоганың жаттығуларын жасаған өте пайдалы, өйткені бұлшықетті шамалы болса да созғылау керек. Өзіңді сергек сезінесің. Жаттығу жасап демалғаннан кейін базар жаққа жаяу бет алдым. Кому что напоминает вот это здание? Я здесь работала. Это Астана Генплан. Хорошее здание. Ой, хорошее здание, говорю, хорошая организация. Коллеги были классные. А вот конспекті. Мен Артем жаққа бара жатырмын. Бір килограмм беріңізші. Бұл Артем базары. Бірінші қабатта осындай жеміс жидектер, көкөністер сатылады. Артем өзі 6 қабаттан тұратын ғимарат қой. Семеренка 1 килограмм беріңізші. 1300-ден, да? Сразу 20. А, если темнейший? Үйге келгеннен кейін сельдерей мен көк алмадан шырын жасадым. Бұл ағзаға өте пайдалы, ол туралы тағы айта жатармын. Әпкем, балам, үшеуміз осы көк сусынды шырынды ішіп алдық. Ой, құдайым-ай, қазақ деген атымыз бар ғой. Таңертең жүгірдім, одан кейін базарға барып сельдерей мен көк алма алдым, шырын іштім. Вроде бы все, да, правильное питание, здоровый образ жизни, жоқ, кешке келдік де, ет асып, тойып жеп алдық. Кешірерсіздер. Это так вкусно. Сорпашка. С луком.
лучшая еда на свете. Никакие каши, никакие лобстеры не сравнятся с нашим бишбармаком. Едем. Ед. Вот. Тесто вкусное. Знаете почему? Потому что бульон вкусный. Сюрет — это подсушенное мясо, оставшийся от сёрм. Зимний забой. Вот, объяснила, да? Түсінбегендерге. Жылқының еті, это конина, белдеме. Короче, вкусная часть мяса. Все, я кушать.